Ничего, нормально, баня? Ничего, нормально пойдет, да. Сделал тоже неплохо. Удовлетворительно. Хорошо, хорошо. Пусть так будет. Қалған камераны аттай көрсетем. Кетті стойка. Екінші стойка. Камера қарап тұрамыз. Все, қауқыз береміз. Бай. Қауқыз береміз. Кетті бір көмір. Қауқыз береміз. And there will be a podcast. Наши ребята теперь снимают контент с нашим... Use your face, okay? All right. We make it this face. Yes. You must make it face, okay? Okay, brother? Всем привет, друзья! Сегодня у нас второй день зеленки. И прямо сейчас, шынымды айтсам, ұялып жатырмын ана жақта. Менің крашым Бағдат келіп суретке түсіп жатыр. Кәдімгідей ұялып тұрмын, шын білейін. Жұмыс жалғасып жатыр. Рауан, сен бүгін мобилографсың ба? Мен мобилограф боламын деп шештім, короче. Прикольно екен, иә? Ринканонсер кім боласың да? Линганонсер тоже боламын. Бірақ с камерой вот так. Вот так? Ұшасың ба? Иә, и вот так. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар, қадірменді Найзатова YouTube арнасының көрермендері, шашасына шаң жұқтаған нағыз батырлар алаңа. Бұл Найза Fighting Championship 57 турнирі. Ендеше біз бастаймыз! Менің жанымда қазір Жако Жұмағұлов. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Мен сізге бір мынандай сұрақ қояйын деп едім. Қателеспесем, сізде екі әйел бар. Иә. Үйлене алмай жүрген ер азаматтарға қандай кеңес айтар едіңіз? Жениться надо, жениться. Вот как? Искать надо. Причины делать. Например? Ну что именно, например? Жениться надо именно в молодом возрасте. Чтобы пройти через эти все трудности вместе с женой, со своей супругой. Когда есть у тебя семья, у тебя есть мотивация. А какая из жен за вас болеет больше всего? Да, я думаю, обе. Каждый по-своему там переживает. Вот что у нас остается за кадром. Естественно, Джана. Что ты елдің бәріне тесіп жүрсің? Удушающий стейк. Просто ноги не смог заправить, потому что... Я тебя загнал. Пока нажал тебя загнал. Все, назад. Бага, братан. Қазбектің вокальный данлылары туралы не дейсіз? Қандалды. Бой тастасын, жаңа келейін. Еді, иншалла ұтып атсам, Қазбек үйінге шықпаса айтамын ба, мен победаны бір ән айтып жүрсін деп. Не, если негізлеміз сияқты бір проекттерден не түссе? Жоқ, шықпаймын деп. Вообще, категорически? Эксклюзивный интервью. Иә. Бізде қонақта Дастан Амангелді. Алиби бар еще. Әлби, Ідріс. Сәлематсыз ба, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз кіммен сөйлесіп тұр ғой, да, Алена, қалайсыз? Келін бала бар. Менің бетім өртеніп отыр мына жақта. Бағдат, сізбен көптен күткен сұхбат десеңді. Қазақ ММА-інде нөмір 1 краш болған қалай екен? Күшті, сіздің арқаңызда, рахмет. Енді краш қой, ертеңші жекпе-жекті дәлелдеу керек. Осындай хайптардың бәрін енді аласа көрсетеміз ойлаймын. Сол үшін еңбектендік, сол үшін осындамыз. Иншаллах краш ертең жеңіске жетті деп ойлаймын. Қашан үйленесіз? Бұйырса аласа көреміз енді. Пока ойда бар, биыл или келесі жылы аласа деп отырмық. Үйге орыс келін алып жүрсеңіз, үйдегілер не дейді? Үйге ештеме етпейді, бірақ өзінің енді нелерім бар, қызым бар, Аллаға шүкір. Сіздің қызыңыз бар ма не? Иә. Айтпадыңыз ба? Ештеңе деп жатқан жоқ па? Отбасы жайлы көп айта бермеймін. Ол чисто спорт, менің карьерам спорт болды. Личный үйдің несін ешқашан жарияламаймын. Я не знаю, там Жада, если разрядится, то да, если нет, то нет.
Можно улыбнуться. Мы не на октагоне. Күлсеңіз болады. Рахмет. Все. Блин, это моя работа, родной. Наш ринг-анонсер переутомился, шаршап жатқан түрін қарасаңызшы. Рингта айғалап тұру оңай дейсіңдер ма, достар? Әділбек, бәріне сәлем айт. Барлығына сәлем. Әділбек, это у нас, напомню, второй матчмейкер. Я? Қалың қалай? Дәл өзі. Қал. Идеальный. Молодец. Бәрі іштер. Здесь у нас наша Айка, бессменная таблица-заполнятельница. Как настроение? Хорошо. Это тот же самый, да? Горилла. Господи. Я шаша кеттім. Асултана вы уже знаете. До этого человека вы видите вообще 500 раз на день. Это Айка. Креативный продюсер Найза. Его вы тоже уже знаете. Он у нас отвечает за цифры и за деньги. И за деньги. Самое главное, за деньги, да. За деньги, да. Брюнетка болсам, түрім осындай болар еді. Бәріне сәлем, қымбатты достар деп. Ладно, будут моменты, где мы запускаем условно. Вот, видишь, я желтым отметил 3 раза. И все. Конечно, обязательно. Смотри, мы даем гориллу, мы даем аномалу. Все, заходим. Если кто-то ответит, семьи, зависимо Амир. Член сопровождатель. Рауанның несін сценарийін оқып отырмын да? Хансынымдар мен мырзалар. Ну-ка. Хайырлы кеш, хансымдар мен мырзалар. Это специально для аудитории из Китая. Ух ты. Хансымдар мен мырзалар. Для болельщиков Тайлака? Да, Получается. четко вы это подметили. Есть еще ошибки. Қарап алайық бәрін. Сондай-ақ ақпараттық серіктестер. Даже не интересно. Вот как это выглядит. Вот так выглядит коррекция цвета. Ну, это только здесь. Основной октагон не так. Давай, я не знаю, основной не так. Имеется сам октагон. Ага. Октагон был. Это, наверное, нужно... О, господи, это, наверное, нужно понимать, что делаешь, потому что для меня вообще ничего не понятно. Для меня в кадре стоит парень с какой-то штукой 3 цветов. Все, больше ничего не понятно. Ребята, что вы здесь делаете? Біз баяттарды дайындап жатырмыз. Қазір бізде азан уақыттардан кейін уже эфир басталады. Орындарына отырғызып, киімдерін шешкізіп. Понятно, рахмет. Здесь, мне кажется, и зрители, и бойцы подошли. Нет, таких волос никогда не... О, Господи Иисусе! Кого я вижу? Кім келе жатыр мына жақта? Наши ребята не дремлют. Припахали, так сказать, бойцов. Кстати, здесь капец дубак во всех кубках. Ну, потому что еще сыграться ничего здесь не успела. А мы же в Алматы-арена все-таки. Астымыздан неге бәрі мұз деп. Поэтому в куртках. Ну, лично я надела куртку, потому что холодно. Бұл тәтеміз ашық топпен жүр, біз қатып жүрсек. Что потом? Контент 18+ десең да? Кейін келіс фотка. Я сама горячая просто. Не дейік, көрермен естімесін. Жүрбек мырза готовится к эфиру.
Я в предвкушении интересных боев. Завтра будет жарко, приходите. За кого ты сама болеешь? Я ни за кого не болею, потому что я за красивые бои. Михаил, ответь. А вопрос какой? За кого болеешь? Я здоровый человек, не болею. Классный ответ. машқа жатыр. Болған дейін сіздің угловойыңыз бар ма, кісілер? Бірінші рет болайын деп отыр ма сіздің угловойыңыз, или осыған дейін сізге көмектесті ма? Бұрын ғой енді бір-екі рет көмектескен. Бұрында бірге тұрып машық қылғанбыз. Бірақ та кейіндеп мен өзім бір зал аштым. Соны бөлініп кеттік. Сіз зал аштыңыз ба? Бөлініп өзім. Қасын қолымда 10-қанша бала бар машықтырып жатқан. Сіз машық тұрасыз? Мен машық тұрамын, менімен бірге машық қалады балалар. Мен 10 минут әрекет істеп болып, 10 минутта бір әрекет көрсетем. Сол мен көрсеткен әрекетті балалар бірге пысықтайды. Онда жастар қанша? Бәрі сол жасты менімен. Ең кішіктері сол 16-да, ең кішіктері. 16-дан бастап машық кетті. Ол 16-да болған мен. Олар кемей тұрып, мысалы бокста тұрған, күресте тұрған, джудода тұрған. Сонан кейін әзір маған келіп, әмәмге машық жатыр ғой. Олардың мақсаты неде? Жай машықтану ма, әлде бір UFC-ге бару ма сияқты нәрсе? UFC ғой, әзір біздің қолда машық жатқан спортшылардың бәрі арманы UFC ғой. Көп спортшылардың арманы сол UFC ойнасам, мен ұлтымның даңқын көрсетсем деп сөйтіп тырысып жатыр ғой. Қазақ балдар. Бұған дейін Оразбек ағай, жаңағы екінші Жақып, Жақып ағай қандас? Кім дейміз? Оразбек ағай, жаңағы сосын Балғын. Балғын ағай, Олардың қарсыластар Пума сияқты ауыр болды емес пе, сізде ғана былай қарсылас кәдімгі қиын болатын қарсылас па? Енді ол кісінің қарсыластарымен менің қарсыласым бәрі негізін айтқанда қалыпты. Өте мықты қарсылас бізге бірінші жолы мінекей бойынша жарыс ойнағанымызға өте мықты қарсылас орналастырған жоқ. Онан кейін қалыпты қарсылас тауып келді бізге. Өзіміз сияқты енді өте мықты емес, өте нашар емес, өзімізбен ұқсас. Бір деңгейде? Бір деңгейдегі қарсылас тауып берді. Соған енді жарысқа өте разымын Найзаға. Енді кейбір жарыстарға да барып көргенбіз, мысалы олар сол нашар қарсыласқа мықты қарсыласты салып етіп өсіп жатады ше. Сонан кейін бірақтан Найза ғой енді дұрыс, осы қарсылас дұрыс болды деп ойлаймын. Бұйырса осы қарсыластан енді бірге жарыс ойнасам денесінен көп нәрсе үйрене аламын деп ойлаймын. Өйткені бұл да тәжірибелі қарсылас қой. Көп майдан жарыс ойнаған. Онан кейін мұшы, шынтақ, тізе, аяқ бәрі істейді. Онан кейін күресте нашар емес. Мен естісем күресі дамыды дейді оныншы. Қазақстанға келіп шапқаттың залында машқанан бері қарайды. Сонан кейін мен тек қана тұрып соғыспаймын мен. Қалай кесе солай атсам. Күрестен өйткені мен күресте 4 жыл тұрғам. Мен кәсібім күрес бастай сағандағы. Елдерме ой тайлақ күреспейді, күрес ұқпайды деп ойлайды. Бірақтан менің күресім негізі менің жұдырығымнан, менің аяғымнан жақсы. Сонан кейін бұл осы жарыста көрермендерге менің күресім қандай, неме аяғым қандай бәрін көретін болады. Сөйтіп менің әріптестерімнің арқасында бір жақсы сұхбат шықты. Рахмет жігіттер. Бөлек тайлақпен эксклюзивті сұхбат. Рахмет сізге. Рахмет. Жаңадан очек митингде отырған кімдер сонда? Шах. Первый раз. Да, на этих что там синдерге? Все так же, самое главное по локтям, чтобы у вас ровно было это направление 12/6 запрещено. Часовой, да? Не глина, а 1 запрещено вот эти удары. Чуть-чуть уже сгибает, уже можно, да? Вот такие уже размахи, когда идут. Потом затылок, позвоночный столб, дал коленный. А чтобы там его там рисковать, там где-то может сейчас неправильно поймет, там видите, ситуация в том, как рефери это увидит, да?
подставляет и там моменты типа ищет. Вообще желательно мен айтып отқаным рисковать етпеңдер. Уже 100% уже қолың көтеріп тұрмай сол кезде демеңдер да. Потому что рефери қалай көреді, вот так солай итог болады да. Запрещен болып дисквалификация болды деген сияқты лучше оны не апармай. Четко уже тұрмай, сол кезде демен соққан жақсы болады да. Алга, Казахстан! Давай! Как обычно, настрой был один и тот же на любом себе. Это гран-при. Это понятно, что постоянно будет меняться. Ninguém isso vai ser, dois é brabo mesmo. Jack tem mesmo lá pra Isso aí, cara. Essa aí mesmo. Vamos fazer a guerra. Минута один. Вперед. Ó, tô aqui, ó, o jabzinho, e olha. Tu fez, agora fica aí tranquilo, Ari. Calma. Sai daí. Perfeito. Isso. Ficou em cima ali. Wins Курс, келес Бразилия. Партнер мне руку пожалуйста, Любой Бразилия стал виноватым. Да, все ужасно.
Қазір жеңіс, қуаныштымын, жеңісті тойлаймын, емделем, алдыда Рамазан айы, Рамазан айында өзімнің қосымды қарызымды орындаймын, одан кейін көреміз, әлі қаншама переговорлар, келіссөздер жүреді, ағайлармен, бапкерлермен ақылдасамыз. Есімді